Нұртайдың туыстары бар ма? Подождите. Нұртай біз ғой Нұртай әкеліп тұрған. Айта берейін бе? Айта берейін. Бұл бала Қажғалиев Нұртай деген балалар үйінен шыққан. Бұл бала екі аяғына оқ тиіп, больницада ес-түссіз жатқан кезде ОМОНдар келеді де алып кетеді. Трусимен, бір тал трусимен алып кетеді, алып барып 4 күн тамақ бермейді. Ұрады, соғады. Содан әлі жатыр, аяқтағы оғы алынған жоқ, түрмеде жатыр әлгі бала. Жетім үйдің баласы. Екі оғы бар, оғы алынған жоқ. Сұмдық мынау. Нені институтты красниймен бітірген. Жұмыс таба алмаған, Алматыға келіп деген. Не, жаңағы мойка, анда мұнда жұмыс істеген. 2005 жылы детдомнан шыққан, көшеде қаңғып жүр екен. Балдар, мына жастар бәрі қаңғып жүр. Әке-шешесі жоқ балдар тіпті қаңғып жүр. Мысалы, масқара қазір мына баланың 2 оқ тұр денесінде. Әлі жатыр. Бізде прокуратураға туыстар, уже басталды. Ол деген пыткадан өткен 4 күн ашық тұрған. Мынау Бауыржан кім Есмұрзаев. Ол да Ақтөбеден отыр. Оның сестрасы Ақтөбедегі митингіден отыр. Бұл масқара ғой, это геноцид. Қазақты құрту деп ойлаймын. Арқалыздағым жалғызым неге бізде де жанымыз ашымайды қазаққа. Мысалға Талдықорғаннан шыққан жас балдар айтыпты. Бізге туалет жалатты. Бізді коридорға тұрғызып қойып, түржалаңаш тепті. Қабырғамыз сындырды. Тісін жылдырды. Тісін пластикасын жылған. Мынау деген сұмдық қой. Мына қазақта ондай болған жоқ қой. Қайдан шыққан жауыздық? Фашистерден де асып кетті. Гитлер ол өзінің халқына мынандай қастандық жасаған жоқ. Ол соғыста бәрі болады. Мен солай түсінем. Қазақта жауыздық. Қалай ұйықтайды, мен соны түсінбеймін. Біз аналар ұйықтай алмайық, шырылдап жүр. Ұйқыда қашты. Қазақтарға бостандық берсін, түрмеде жатқан бүткіл балаға бостандық берсін. Олар батырлар. Қанша жетім балдар жатыр, белгісіз кеткен балдар бар. Соның бәрін іздеу керек біз. Шын айтса. Менің суретте тұр, баламның досын атып кетті. 6 күні кешкісін бензин іздеп шыққан, бензин құям деп бензин заправкаға шыққан. Магазині бар, адамдардың бәрі шыға алмай отырған кезде продуктымен қамтамасыз етіп жүрген. Соған бензин керек болып продукталарға. Соған 28 жастағы баланы атып кетті. Анасы қан жатып отыр, қан жұтып. Ата-анасын бағып отырған бала 28 жастағы. Ата-анасы квартирада жүр. Мұсатқан 60-та келген адамдар. Міне, полиция өлген полицияларға көңіл айтты, Тоқаев шақыра алып. Ал бұлардың жазығы не? Бұларға неге көңіл айтпайды? Бұларды неге іздемейді? Бұларға қан неге жақсы жасамайды? Міне 28 жастағы жас бала, әне тұр жарқыраған бала. Аты жөні кім? Гарифуллин Алмас. Мысалға, мына баланы атып кетті да, 4 жастағы қызды атты, қаншама жастарды атып атыр, оған кім жауап береді? Тоқаев кім жауап береді, соны айтыңдаршы. Олардың жоқтаулар жоқ па? Қазақ халқы жоқтайды оларды. Қазақты неге құртасыңдар? Өзіміз ұлы халықпыз, неге сондай болып кеттік? Неге уақыт кеттік? Мен түсінбеймін. Біз аз халықпыз. Қазақтар бірігейік, болмайды бұлай. Жерімізді, елімізді қорғап қалайық. Менің атам Қостәуле деген мысалға батыр атам қылыштың ұшымен жерді қорғап қалған. Мен неге оны біреуге беруім керек? Бірігіңдер қазақтар, көтеріңдер. Мына Отан партиясы кетсін. Бізге керегі жоқ оның. Нұр Отан партиясы керегі жоқ. Депутаттар кетсін, бәрін тілейміз. Жоға жақтан бәрі кетсін, басқа адамдар кетсін. Люстрация жасау керек. 100%. Жалма Қазақ жасасын, қазаққа жетеді халық жоқ. Қазақ деген ұлы халық. Ұмытпаңдар, Берлинге ту тіккен, Францияны алған халық. Рахмет сізге. Жетім балдар тауып отыр. Іште тағы да бар. Көп, Өзбекстан балдар көп, соларды. Просто бір қағазға жазғанда Қажығали, Орынғали, чат, менің ешкімім жоқ, детдомнан шықтым, чатқа тарасыңдар, көмектесіңдер деген. Содан қазір деген туысқандары 4 ағайынды бала екен, 4-еу де көшеде жүр ғой. 4-еу де. Ана, еще екінші баламыз бар, Ернар. Әмірғали Ернар. Айтпайымыз деген балада, ода жетім, оның адвокаты да жоқ. Адвокаты жоқ оның. Сол балаға көмектесіңдер, сол балаға барып сида жатыр. Тамақ барып шапар батыр. Білмеймін, не істеуге болатын білмейміз. Жасырып отыр ғой көбі, қайда? Қазақтар қырылып кетті. Қаншадан қырылды, соны үкімет айтады әлі әлгі. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында қазаққа қазақ ату деген Алматының қағартасында. Бұл ақылға сиятын нәрсе емес. Ақылға сиятын нәрсе.
Жоқ, кілең жалмауыздар отырып алған Жоқ, оның ешқандай. үстіне бар ғой. Ана мынау военныйлардың өлген 21 адам военныйға. 16 адам. Соны ғана айта береді. Бізде мыңдаған адам Қазақстан бойынша қырылып кетті ғой. Иә. Бүкіл қанша қалада қырылды. Қаланың- Біз 4-5 осында жүрдік. Біз бұл көзімізбен көрдік қой ана жерде қалай атылғанын. Тура пулеметпен неше түрлі автоматпен дүрілдетті ғой. Біз көзімізбен көрдік осы жерде жүрдік қой. Тоқтату керек мынаны, тоқтату керек болмайды. Сондық ай, сондық. Қазақстанның егемендік алған 30 жылдығында қазақты қырып тастады деген сұмдық. Сосын мен айтайын дегенім де, қазақта түрме болмаған. Мен ана жыл таң қалдым, қазір түрмеде жатқан бүткіл қазақтар. Қазаққа үй салып бердің, онда түрме салып тастаған. Ана түрменің бәрін көзін құрту керек, болмайды. Оны түрмеде қорғап отқан біздің қазақ совсем ужасно деген бар ғой. Қазақтың балдарын үй салып берсін бәріне. Жетеді тойды ғой. Қазақта түрме деген болмаған. Қазақстанға түрме салуда бар ғой, Семейде. О да бар оны. Неге? Бұл не керек? Бұл жауапқа тартылу керек бұл билік. Өзі Қазақстанда бұрынғы түрменің өзі жетеді ғой. Ана бала, оққа шыққан бірінші бала, соның қырқында болды. Ана жерде толқымаған, тебіренбеген адам болды. Аналарға ту көтеріп бара жатқан жігітті айтпайсың. Немерелеріміз ғой олар. Иә, Балаларымыз қазақтың туын көтеріп бара жатты ғой ана күні. Алға, қайтпаңдар деп қояды еще. Ана қазақтың туын көтерген жігіт. Иә, инвалид болып қалды. Иә, Берік қой, берік. иә, берік. Билікті өзгертпей болмайды. Биліктің бәрі кету керек. Ана атқан балдардың семьясы мен балдар қанша атты, сол кім жауап береді? Мен соны түсінбеймін. Кім жауап береді? Компенсация төлесін. Төлесін бәріне компенсация, қорлаған, зорлағандар үшін. Тоқаевқа деген әңгіме айтқандаршы, мен соны мен сендерді түсінбеймін. Тоқаев деген ол перші Жауап ғой. берсін деп жатыр ғой, Жауап жауап берсін. бермейді. Өйткені ол жауап беретін болса, кеше бар, әлгі Путинге бармас еді. Путинге тағы да жалынбас еді. Аға, оған Путинге баруға себеп болып тұрған халықтың түгел шықпауы. Басқа ешкім емес. О да дұрыс. Мысалы, какой-то 2-5% шықта қалғандар шыққан жоқ. Ақорданы бір-ақ күнде басып бәрін құрту керек. Ол сүйреп алып шығу керек. Сабыр. Путин өлгенде революция болады. Ой, Путин қай уақытта өледі ол? Өледі. Ол қашан болады? Ару адамы. Өледі. Қашан болады? Мәселе сода.